Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып be like құрылымы. Be like құрылымы ол қазақша сияқты немесе ұқсайды деген мағыналарды береді және бір затты екінші бір затпен салыстырған кезде қолданылады. Біз осы be like құрылымын сөйлемде қолданған кезде өзіміздің екінші бір адамға рухани да және физикалық тұрғыдан да ұқсайтындығымызды меңзей аламыз. Мысалға, I am like a baby. Мен бала сияқтымын. Мұнда am ол be етістігінің осы шақтағы формасы. Бұл жерде айта кетерлік жайт ол сөйлемдегі like етістігін present simple шақтағы етістікпен шатастырып алмау керек. Егер present simple шақтағы like етістігі жақтарға қарай өзгеріске ұшырайтын болса, be like құрылымда ол өзгеріске ұшырамайды. Тек оның алдында тұрған be етістігі ғана жақтарға қарай түрленеді. She likes me. Ол мені жақсы көреді. She is like me. Ол мен сияқты. Яғни, егер present simple шақтағы like етістігі жақтарға қарай өзгеріске ұшырайтын болса, be like құрылымда ол өзгеріске ұшырамайды. Тек оның алдында тұрған be етістігі ғана жақтарға қарай түрленеді. Ал сұраулы сөйлем кезінде сен кімге немесе неге ұқсайсың деген сұрақ жасау үшін біз who есімдігін қолдана аламыз. Мысалға, who are you like? I am like my father. Сен кімге ұқсайсың? Мен әкеме ұқсаймын. Ал егер сол сөйлемдегі who есімдігінің орнына what есімдігі тұратын болса, what are you like? Сен қандайсың деген мағына пайда болады екен. Яғни, сен кімге ұқсайсың емес, сен қандайсың, қандай сипатқа иесің деген сұрақ жасалынады. Ал ол сұрақтарға біз I am smart, I am beautiful, I am hardworking деген сияқты сын есімдерді пайдалана аламыз. Қарап тұрсаңыз, сөйлемдегі who сөзінің орнына what деген есімдіктің келуі сөйлемнің мағынасын біршама өзгеріске ұшыратады екен.